Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ардан айтсын каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кішкентай балаларға арнап, осындай тапочканың қонышымен тоқып үйренетін боламыз. Менің видеоларымды аса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдыңғы видеода мен тура осындай беті жағы осындай болып тоқылып келген үлкен размерге тоқып көрсеткен болатын мен мынандай тапочканы. Бұл қонышсыз болған етін, как макаси ретінде киіп кете беретіндей. Ал енді осындай, тура сондай бет жағы, осындай қонышпен кішкентай балалардың табанына тоқып көрсететін боламын. Ол үшін бізге міне осындай табан подошвасы алынады. Жуған кезде подошваны алып жуасыздар. Арнайы осындай тесіктермен, 17 размермен де жібек жіп, осындай 2 моток аласыздар. Қонышы болғандықтан міне менде 1 моток жіптен қалғаны осы ғана. Бұл келесі тапочкамызға жетпейді, сол себептен де 2 моток аласыздар. Одан кейін крючок, қайшы, жібімізді күйдіретін, одан кейін маркер керек болады. Тоқитын кезде мынаны шығарып тастаймын. Одан кейін жіпті міндетті түрде ұшын күйдіріп алыңыздар. Одан кейін арнайы өзінің тесіктері бар. Қарасаңыздар, осындай детский табандарда осындай белгілер болады екен. Міне өкше жағынан, екі жәнінде, алдыңғы жағында. Бұл бізге тоқығанымызға, санағанымызға өте оңай. Жақсы негіз осындай болғаны. Енді мені сызық тұр, сызықтан кейінгі тесікке крючокты өткізіп, жібімізді тартып шығарамыз. Одан кейін бір петля жасаймыз. Тағы да тура сол жерге крючокты өткізіп, жібімізді тартып шығарып, екінші петля міне. Біріншіге осылай екеу тоқимыз. Мынау арасында қысқа жібіміз тоқылып кету керек. Одан кейінгі петляға 3 столбик без накида. Крючокты өткіземіз, жұмысшымыз тартып шығарамыз. Крючокта 2 петля, екеуін бірден екеу болды. Мынау үшіншісі. Осылайнан айналдырып тоқып шығатын боламыз. Әр тесікке 3 столбик без накида. 1, 2, 3. Соңғы жағын тоқыдым. Басында біз екеу тоқыдық қой, сол жерге үшіншісін тоқимыз. Одан кейін бірінші петляға соединительный жасаймыз. Бір воздушный көтеріп алып, одан кейін әр петляға біреуден столбик без накида тоқимыз. Крючокты өткіземін. Жұмыс жіпті тартып шығарам. Крючокта 2 петля, екеуін бірге. Айналдырып, осылай әр петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Бұлайнан айналдырып, мына жерге дейін келеміз. Айналдырып тоқып келдім. Ең бірінші петляға соединительный жасаймын. Крючокты өткізем. Жұмыс жіп тартып шығарам. Енді мынандай артқы жағын тоқимыз, өкше жағын. Осындай узормен. Қысқа және ұзын столбик без накида. Ең бірінші бізде бір воздушный көтеремін. Тура сол воздушный шыққан жерге столбик без накида. Бұл бізде қысқа столбик болды. Келесіде бізде ұзын столбик болу үшін мына жерге емес, мынаның астындағы петляға тоқимын. Бұл бізде ұзын болды. Келесі бізде қысқа болу керек. Сол себептен де жоғарғы жақтағы петлядан біреу алам. Келесі бізде ұзын болу керек. Сол себептен де жоғар жақтан емес, соның астыңғы жағындағы петлядан столбик без накида. Осылай кезектестіріп, жоғарғы төмен жағынан алу арқылы, столбик без накида тоқу арқылы осындай узорымыз шығады. Қазір бірінші қатарда онша көрінбейді. Келесі қатарда айқын көрініп тұрады. Бізде қысқа болды. Келесі мына жерге тоқуымыз керек. Оны төменгі жағына тоқимыз. Осылайнан мына жақ бетіне дейін мына сызықтан бастадық қой. Біз мына жерде сызықтан осы жерге дейін тоқып келетін боламыз.
Мен сызыққа дейін тоқып келдім. Ең соңғысы менде қысқа столбикпен аяқталды. Енді осы жерде маркер қадап кетемін. Одан кейін былай тексерсеңіздер де болады. Бірдей болып тұр. Былайынан қисық болып кетпеу керек, екеуі тең болып тұру керек. Одан кейін бұл бізде бірінші қатар, екінші қатарға өту үшін мына жібімізді былай қарай алып келіп, 1, 2, 3, үшінші петляға крючокты өткіземіз. Жібімізді тартып шығарамыз. Аяқтағы жіпті қарайсыздар, қатты тартылып немесе бос болып қалмау керек. Бірінші бізде воздушный петля көтереміз, бір воздушный. Бұл бізде қысқа столбикқа жатады. Сол себептен де келесі бізде ұзын болу керек. Жоғары жақтан емес, төмен жақтан аламыз ұзын столбик. Одан кейін жоғарғы жақтан қысқа столбик. Ең бірінші бізде қысқа болған, осыны ұзартамыз ең түбінен алып. Келесі бізде ұзын столбиктің жоғарғы жағынан алып тоқимыз, қысқа столбик. Сонда шахматный болып түсу керек бізде. Узорымыз байланып қалды. Мына жерде қысқа столбикті ұзын қыламыз, тура соның түбінен тоқимыз. Ұзын столбикқа қысқа қылып тоқимыз түбінен. Қысқа бізде қысқа столбик, соның түп жағынан мына жақтан алып келмейсіздер, қысқа столбиктің түбінен аласыздар. Ал ұзын столбиктің жоғары жағынан аламыз. Қысқа столбиктің түбінен, ұзын столбиктің төбесінен, жоғарғы жағынан. Енді көрініп жатыр уже узорымыз. Осылайынан мына жағына дейін тоқимыз. Бізде ең соңғысы қысқа столбик болған, соны түп жағынан аламыз да ұзын столбик қыламыз. Крючокта 2 петля. Осы жерде маркер дағына да іліп кетеміз. Крючокта 3 петля, үшеуін бірден тоқимыз. Ұзын тоқыдық, келесі бізде тағы да үшеу, мына жақтан үшеу қостық қой, тура мына жақтан да сондай қылып үшеу қосамыз. Менде ұзын болды, келесі қысқа болады. Одан кейінгісі ұзын столбик без накида, одан кейін қысқа столбик без накида. Маркер қадап қоямыз. Бұл бізде екінші қатар. Қайтадан жібімізді осылайынан орап алып келіп, мына жақтан 1, 2, үшіншісіне крючокты өткіземін. Жұмыс жібін тартып шығарамын. Бір воздушный, бұл бізде қысқа столбикқа жатады. Келесі ұзын столбик міне. Одан кейінгісі қысқа. Одан кейінгі мынау бізде ұзын столбик түбінен аламыз. Одан кейін қысқа столбик. Мынау жіптеріңіз арасында осылай тоқылып кету керек, қалып кетпесін. Осылайынан ары қарай тоқи береміз. Менде барлығы 8 қатар болды. Мына жақтан үшеу, мына жақтан үшеу, осылай қарай алдыға қарай жылжи береміз. Осындай шахматныймен түседі. Ұзынның үстіне қысқа, қысқаға ұзын. Осылайынан 8 қатар тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осындай қиғашынан санайсыздар. Ұзын столбикпен санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылайынан тоқып шығыңыздар ары қарай. Одан кейін жалғастырып көрсететін болам. 8 қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Екеуі бірдей болды, екі жағы. Енді осымен айналдырып, былайынан 2 қатар тоқып шығамыз. Мына 2 қатарды. Столбик без накида, ешқандай несіз, жаңағы узорсыз крючок алып қоямын. Мынаны қайтадан орнына салып қоямын. Мына жерге белгі болып тұрады просто маған.
осы жерден аяқталып, осы жерден басталады. Не жай ғана столбик без накида әр петляға біреуден өткізесіз, тоқисыз. Осылайынан айналдырып, бірінші қатар бітеді, тағы да екінші қатар. Столбик без накида. Мына жаққа келгенде де столбик без накида әр петляға біреуден. Бірінші қатарды столбик без накида тоқисыздар дедім ғой. Міне бірінші қатарын тоқып келе жатқанда жібім аяқталды. Енді осы жерде екінші жіпті қалай қосамыз деген сұрақ болды өткенде менде бір рет. Соны просто міне алдым. Мынау қалды ғой осы жерден крючокты петляға өткіздім. И мына жақтан жаңа жіпті аламын да. Мына жағын сәл ұзынырақ қылып қалдырамын. И тоқып кетем ары қарай столбик без накида міне. Мына екеуінің арасына осылай қосып тоқып кетсеңіздер де болады. Арасына өткізіп. Болмаса, қалғаннан кейін осылай қалып кетеді ғой. Мынаны жіптің арасында мына жерге өткізіп, одан кейін күйдіре саласыздар. Мынаны қазір мен осылайынан тоқып кете салам. Екеуінің де ұшы күйген жіптерімнің ешқандай сөгіліп кетпейді. Ары қарай столбик без накида осылай тоқып кетем. Если мынандай ажурный жақтарда кездессе, онда сол күйінде қалдырасыздар да мына жерде. Сосын мынаның арасына жасырып, күйдіріп тастаймыз. Оның еш қиындығы жоқ. Менде бір моток міне осындайға жетті. Бір тапочка целый шықты, екінші тапочкасын тек қана өкше жағына жетті. Мына жерде мен уже екінші мотокты қолданып жатырмын. Ары қарай тағы да бір қатар тоқып шығамыз. Міне екі қатар тоқыдым. Осындай болып шықты. Енді мынандай алтын тоқитын боламыз. Алтын, по идее, білесіздер, бірақ енді көрсете кетейін. Қалай тоқылу керектігін. Мына жерде бізде өзімізде міне белгілі бар белгі. Егер басқа табанға тоқып жатсаңыздар, онда ше осыны тура ортасын белгілеп аламыз. Енді осыдан кейін бір екі тастаймыз, үшіншісіне, жоқ, төртіншісіне. Бір, екі, үш тастаймыз да, төртіншісіне крючокты өткізіп, мен мына жерде жіпті қимаймын. Қиып тастасаңыз да болады. Бірақ қимай осылай тоқып шығамын мен. Мынаны осылай қалдырып қоясыздар, қатты тартылып, қатты бос болып кетпесін. Екі воздушный, бір, екі. Крючокқа накидлемін, бір, екі тастап, үшіншісіне маркердің жанындағы петляға столбик с накидом біреу. Одан маркерді алып тастаймыз. Екеу, үшеу. Әр петляға біреуден үш столбик с накидом тоқып шықтым. Одан кейін екі воздушный. Мына жерде бір, екі тастаймын да, үшіншісіне столбик без накида. Бұл бізде бірінші қатарымыз. Осындай болып шықты. Одан кейін екінші қатарға өту үшін үш столбик без накида. Бір, екі, үш. Одан кейін кері қарай айналдырам жұмысымызды. Крючокқа накид іліп, мынау арканың ішіне, мына жерде екі воздушныйдан жасалған сол жерге столбик с накидом біреу, екеу тоқимын. Одан кейін үшіншісін мына жердегі үш столбик с накидом тоқыдық қой, соның соңғысына екі воздушный. Қайтадан крючокқа накидлеміз де, бірінші столбикқа мына жерге міне төбесіне столбик с накидом. Одан кейін екі воздушныйдың ішіне екі столбик с накидом тоқимыз. Мына жерге. Бір, екі, сонда барлығы үшеу болды. Одан кейін
алдыңғы тапочкада мен мына жерде 2 воздушный, міне мынада қарасаңыздар, 2 воздушный бар міне. Мына жерде басталған кезде, аяқталған кезде 2 воздушный мен. Мынау қатты биік болып кететін болғандықтан, дәу болып кететін болғандықтан баланың аяғына мен мына жерде ондай воздушныйлар қалдырмадым. Үлкендерге егер осындай қонышымен тоқимын десеңіздер, онда тура мына жағында, мынау тапочкадағыдай мына жерлерде 2 воздушный қалдырып тоқисыздар. Мені 2-3 столбик накидым тоқып алғаннан кейін 1-2 тастаймын да, үшіншісіне столбик без накида біріктіремін, одан кейін 3 столбик без накида тоқимын. 1, 2, 3. Одан кейін кері қарай айналдырамын, крючокқа накидлемін, мына жерде мынау тесік тұр ғой, осы жерге 2 столбик накидым, 1, 2. Одан кейін мына 3 столбик тоқыдық қой, соның біріншісіне, міне мына жерге төбесіне 3-ші столбик тоқимын. 2 воздушный, крючокқа накидлемін, мына жердегі 2 воздушный ортасына 2 столбик накидым тоқимын. 1, 2 воздушный. Келесі міне мына 3 столбик бар ғой, соның ең соңғысына 1 столбик тоқимын. Столбик накидым. Одан кейін мына жердегі мына тесік, мына жерге ең соңғы шетіне, міне мына жерге 2 столбик накидым тоқимын. 1, 2. Одан кейін мына жерден кейін міне 1-2 тастаймын да, үшіншісіне столбик без накида. Одан кейін қатарынан 3 рет столбик без накида тоқимын. 1, 2, 3. Кері айналдырамын. Крючокқа накидлемін, мына тесіктің ішіне мына жерге 2 столбик накидым. 1, 2. Келесі міне мынау столбиктің үстіне 1, сонда барлығы 3 болды. 2 воздушный, крючокқа накидлеміз, міне мынау 2 воздушныйдың арканың ішіне 2 воздушныйлық 1 столбик накидым. Одан кейін жерде 2 столбик тоқыдық қой, соның әрқайсының үстіне біреуден столбик накидым. Одан кейін келесі 2 воздушныйлық арканың ішіне 1 столбик накидым. Сонда бізде барлығы 4 столбик накидан болады. 2 воздушный. Одан кейін міне мына жерге 3 столбик бар ғой, соның үшіншісіне накидлеміз обязательно. Одан кейін столбик накидам. Одан кейін мына жерде бүйтіп ашып қарасаңыздар, міне кішкентай тесік болады, сол жерге 2 столбик накидам. Барлығы бізде 3 столбик накидан болу керек. 1-2 тастаймыз да, үшіншісіне столбик без накидамен аяқтаймыз. Одан кейін қатарынан 3 рет столбик без накида. 1, 2, 3. Мына жерде біз 2 воздушный алмағандықтан, бірінші мына жердегі тоқып, мына бір тесігіміз кішкентай болып көрінбей тұр, негізі осы жерге тоқып жатырмыз. Ары қарай тура осылайынан тоқып кете береміз. Бізде мына 2 жәні өзгеріссіз қалады, тек қана мына 2 жәнінен қосылып отырады. Келесіде 6, 8 осылайынан қосыла береді. Мына жерде қанша қатар тоқырым қазір. Мына жерден бастап санағанда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 қатар тоқыдым. Оның қазір айтамын, 1, 2, 3, 4 қатарын прибавкасыз, 3 қатарын прибавкасыз тоқыдым. Ол қалай тоқу керектігі прибавкасыз айтатын боламын. Қазірше сол жерге дейін осылай тоқып келеміз.
крючокқа накид ілемін. Мына жердегі жаңа көрсеткен кішкентай тесікке 2 столбик накидым. Одан кейін барып мына жерге міне столбиктің үстіне столбик накидым. 2 воздушный. Міне мынау 2 воздушныйлық арканың ішіне біреу столбик, мынау прибавкамыз біздің. Одан кейін әр петляның үстіне столбик накидым. 4 тоқуымыз керек. 2, 3, 4. Одан кейін мынау арканың ішіне прибавкамыз біздің біреу тоқимыз. Сонда бізде барлығы 6 болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз тоқылады. 1, 2 воздушный. Қайтадан міне столбиктің үстіне столбик накидым біреу. Одан кейін кішкентай тесіктің ішіне мына жерге крючок өзі өтеді. 2 столбик накидым. Барлығы 3 столбик накидым. Одан кейін 1, 2 тастаймыз да үшіншісіне столбик без накида. Одан кейін қатарынан 3 рет столбик без накида. 1, 2, 3. Келесі қатарды кері қарай айналдырып аламыз да тура осылайынан тоқимыз міне. Ары қарай осылайынан тоқып кете бересіздер. Мына жерде ғана өзгеріс бізде қосылып отырады екі жаннан бір-бірден. Неме 8 қатар екі жаннан қосып отырып тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді келесі 3 қатарда мен мынандай екі жаннан қоспаймын. Тура аяқтап алдық. Екі жаны ешқандай өзгеріссіз. Бағана қалай тоқыдық, тура солай тоқимыз. 3 столбик без накидым. Екеуі тесікке тоқылады, үшіншісі столбиктің үстіне тоқылады. 2 воздушный. Жоқ, осы жерде бір ғана воздушный аласыздар. Өйткені мен қысқартып жатырмын. Одан кейін крючокқа накид аламын да, мына жерге емес, мынау столбиктің үстіне тоқимын. Столбиктің үстіне әр қайсына біреуден тоқимын. Әр петляға 1 столбик накидым. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ең соңғысы 16. Мына жерге тоқымаймын, мынаның ішіне тоқымаймын. 1 воздушный, одан кейін қайтадан мына шетін тоқимын. Біріншісі столбиктің үстіне тоқылады. Одан кейін 2 столбик мынандай ішіне тоқимыз. 1, 2. Тура бағанағындай 1, 2 тастап үшіншісіне крючокты өткіземіз. Столбик без накидамен бекітемін. Ары қарай 3 столбик без накида. 1, 2, 3. Кері қарай айналдырамын. Қайтадан тура жаңағындай бірінші жанын тоқып аламыз. Bir воздушный. Қайтадан тура міне мынаның ішіне емес, мынаның үстіне тоқимыз міне. Осылай аяғына дейін барамыз да, тағы да бір қатар тура осылай тоқып шығамыз. Жаңа 16 столбик накидан болды ма? Екі қатарда да столбик накид, 16 болу керек столбик накидам. Егер мынандай подъемдар жоғары болса, онда тура мынандай басында тоқып келдік қой, мынандай прибавкамен тура солай тоқи беріңіздер. Маған мына жер просто үлкен болып кететін сияқты болып көрінді. Содан кейін осылай қысқарттым. Егер қысқартпайын десеңіздер,
қанша қатар тоқисыздар. Мынау қатарларыңызда негізі размерге байланысты өздеріңіздің аяқтарыңызға қарап көресіздер ғой тоқып жатқан. Мына жерден тоқтатып қоймайсыздар. Сәл мынандай подъемға қарай келесіздер осылай. Міне тоқып шықтым. Барлығы менде 11 қатар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 қатары прибавкамен, 3 қатары ешқандай прибавкасыз. Міне ортасында ғана. Енді ары қарай мына жерге бекітпейміз. Мынандай қонышын тоқып кететін боламыз енді. Крючок, бір воздушный крючокқа накиділемін. Мына жерде 1, 2, 3 тастаймын да, төртіншісіне столбик накидам. Біреу, келесі петляға тағы да столбик накидам. Одан кейін келесі петляға столбик накидам. 3 петляға, әр петляға біреуден 3 столбик накидам. 2 воздушный крючокқа накиділемін. 1, 2 тастаймын да, үшіншісіне столбик накидам. Әр петляға біреуден 3 тоқимын. Арасына 2 воздушный, 1, 2 крючокқа накид аламын. 1, 2 тастаймын да, үшіншісіне осылайынан мына жағына дейін тоқып келемін, мына жерге дейін. Енді мына тапочкамда мына жерде мынандай міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болған етін. Енді мына тапочкамда менде мына жерде петлялар саны артық, көбірек болып тұрды. Сол себептен де мен мына жерде сәл, мына жерде 2 воздушный емес, 3 воздушный аламын да, 1, 2, 3 тастап төртіншісіне тоқимын. А то менде петлялар артық қалып жатыр. Мен мынандай 8 қылып аламаймын, екеуі бірдей болу керек. Сол себептен де осындай қылып тоқып жіберемін. 1, 2, 3. Мына жақтарын, мына жерлерде тура жаңағындай тоқыдым. 2 воздушный, 1, 2 тастадым да, үшіншісіне тоқыдым. Ал мына жақтан арасын көп тастағандықтан мына жерде 3 воздушный қылып жатырмын. Мына жерде де тоже 3 воздушный қыламын да, 1, 2, 3 тастаймын да, төртіншісіне тоқимын. Сөйтіп өздеріңіз келтіріп аласыздар тапочкаларыңызда. Екеуі екі түрлі болып қалмас үшін. 2, 3. Мына жерде тоже 3 воздушный, 3 воздушный. 1, 2, 3 тастаймын да, төртіншісіне тоқсам, мына жерде 1, 2, 3. Мына жерде 1, 2, 3 болады сонда. 1, 2, 3 төртіншісіне тоқимын. Төртіншісіне 1, 2, 3. Одан кейін қайтадан 2 воздушный, 1, 2. Одан кейін мына жерге тоқимыз енді. Мынау. Ана тоқылды ғой. Тура сол жерге тоқимыз. 1, 2. Үшіншісі төбесіне тоқылады. Одан кейін 2 воздушный. Біреуінің арканы ішіне тоқимыз. Одан кейін екіншісі петляның үстіне столбиктің үстіне столбик. Үшіншісі 2 воздушный. Крючокқа накиділеміз. 1, 2 тастаймыз да, үшіншісіне тоқимыз. 1, 2, 3. 2 воздушный. Ерде 1, 2 тастаймыз да, үшіншісіне. 1, 2, 3. 2 воздушный. 1, 2. Ерден 1, 2 тастаймыз. 1, 2. Мына ортаға үшіншісін тоқимыз. 1, 2. Енді айналдырып тоқи береміз мына жерге. Мысалы, міне крючокқа накиділеміз. Осы жерге 3 столбик накидам. 1, 2, 3. 2 воздушный. Қайтадан міне 2 воздушныйдың ортасына тоқимыз. 3 столбик накидам. 1, 2,
3 2 воздушный, қайтадан мына жерге міне 1 2 3. Осылай енді айналдырып тоқи береміз. Менде мына жерде 1 2 3 4 5 6 қатар. Міне 6 қатар. Жетіншісі мынандай бұл пикомен жасалған, оны видеода көрсететін болам. Міне мен өзіме керекті биіктікте тоқып шықтым. Міне 6-ау 1 2 3 4 5 6. Алды бізде 5-еу 1 2 3 4 5. Мына жағы 6-ау 1 2 3 4 5 6. Мына жерде мынау тұр ғой, мына жердегі мына жақтан басталып кететін жағынан міне мына жақтан бастап шығарғанымыз. Осы жерге келіп тоқтадым. Енді ары қарай 3 воздушный петля 1 2 3. Одан кейін міне мынаған тоқимын столбик без накида 1 2 3 воздушный петля. Одан кейін мынаған тоқимын. 1 2 3. Келесі мына жерге осылай айналдырып тоқып шығам. 1 2 3. 1 2 3. Келесіге 1 2 3. Мына жерге келіп тоқтадым. Мына жаңа бастаған жеріміз, мына жақта аяқтадым. Мындай петлядан, мындай аркалар деймін ба, қалай 3 воздушныйлардан менде барлығы 12 шығу керек. Өйткені мына жерге біреуіне пико жасаймын да, екіншісіне жасамаймын. Сол себептен де барлығы 12 болу керек. Енді мына жерде тағы да біреу тоқсам 13 болып кетеді. Оны тоқмай осы жерден міне 12 болды ғой қазір менде. Енді мына жерге келуім керек қой, мен мына жерден бастауым керек. Сол үшін мынандай 3 соединительный жасаймын. 1 2 3 соединительный. Мына жерге столбик без накида бірінші, одан кейін крючокқа накид ілемін. Полустолбик тоқимын. Крючокта 3 петля үшеуін бірге тоқып кетемін. Одан кейін 3 воздушный 1 2 3 пико жасаймын. Мына жердегі өткіземін де столбик без накида немесе соединительный мен мынандай пико жасап аламыз. Қайтадан крючокқа накид іліп, тура осы арканың ішіне полустолбик, одан кейін тура соның ішіне столбик без накида. Енді келесі арканың ішіне біз столбик без накида 1 2 3. Қазір мына жерден қарап жіберейін, қанша тоқыдым. 1 2 3 тоқтым. 3 столбик без накида. Одан келесі мына жерге қайтадан пико жасаймыз. Біріншісі столбик без накида, одан кейін полустолбик, крючокқа накидлеміз де үшеуін бірге, одан кейін осыдан кейін 3 воздушный петля пико үшін, одан кейін міне бұлай өткіземіз де крючоктан тартып шығарып осылай тоқимыз. Қайтадан крючокқа накиділіп осы жерге міне пико жасаймын. Одан кейін қайтадан столбик без накида. Міне екінші пико жасалды. Арасында міне келесі арка тұр ғой, осыған 3 столбик без накида тоқып кетемін. 1 2 3. Одан келесіне уже пико тоқимын. Бірінші столбик без накида, одан кейін полустолбик, 3 воздушный 1 2 3. Одан кейін мына жерде өткіземін де столбик без накида. Қайтадан накиділіп полустолбик, тура сол жерге столбик без накида. Келесі аркаға 3 столбик без накида 1 2 3. Осылайынан айналдырып тоқып шығамыз. Мындай пикодан бізде 6-ау болу керек. Енді сіздердің өздеріңіздің размерлеріңізге қарай осылай тоқып шығасыздар. Менде 6-ау. Мына жерде 3 столбик без накида тоқыдым. Енді мына жерде бізде арасы алшақ болып кетеді. Сол себептен де 1 2 мына жерде 1 2 петля тастаймын да үшіншісіне осылай алып соединительный жасап жіберемін. Сонда кішкене тартылады. Одан кейін 1 воздушный жібімізді қиып тастаймыз.
кіретіні аяққа. Одан кейін мына жіптеріңізді жасырып тастайсыздар арасына. Арасына өткізіп, жасырып, күйдіріп тастаймыз. Не осындай болып тоқылып шықты. Енді бау тоқимыз. Бауды просто мен столбик без накида мен тоқыдым. Бауды просто воздушный петлямен тоқыдым. Бір воздушный жасап алдым да. И моншақты өткізіп тоқып жібердім. Осылайынан. 130 воздушный петля. Осылай. Міне осыншалық ұзындықта тоқыдым. И соңғысын міне. Көкжөкті өткіземіз да. Жіпті тартып шығарып. И бір, екі воздушный петля. Тартып, мұның арасына өткізіп, күйдіріп тастаймыз екі жағында. Не осындай болып шығардым. Енді тағы саламыз. Мына жерге ортасына тура кіргіземіз де. Әрқайсынан өткізіп тағып шығамыз. Баумен баланың аяғынан түсіп қалмайды. Мынаны сәл тартып байлап қойыңыздар. Міне осындай тапочка тоқып шықтық. Менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.